Баршаңызға сәлем. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Құрмада қызғылт сары пигмент, бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады, дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротині сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін, тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалған ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерден ересектердің іші қатса, асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттар болуына сенімдімін. Біздің еңбегімізді бағалап, каналыма қолдау білдіріп, подписаться түймесін баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы әрекетіңіз